Дай мне историю этого журналиста. Сейчас. Вы сегодня такая красивая. Спасибо. Позови мне Шегебаева. Хорошо. Гүлмира Сапарқызы, бүгін ерекше құлып көріп тұрсыз. Мыналарға неге бақилау кигізбейсіздер? Киген еді ғой. Сіз неге бақилау кимегенсіз? Жүруге ыңғайсыз болғаннан кейін кигенмін. Киіп алыңыз. Олжас, кешегі анализдің қорытындысын тез кабинетіме жеткізші. Гүлмира Сапарқызы, Иә? сізге бір апай келіп тұр. Кім? Есімі Қарлығаш, сізді танимын дейді. Қарлығаш? Иә, кіргізейін бе? Кірсін. Кіріңіз. Гүлмира, сен мені танымадың ғой? Жоқ, танымадым. Кімсіз? Мен Қарлығаш, класстасым. 7-ші мектеп, Д класы, Үрпіш апай. Мәссаға. Тоқтай тұр. Қарлығаш Мыңбаева. Бұл сенсің? Жаным ау, класстасым ау, қалайсың? Мәссаға, қалай шадай? Көп болып көрмеген, қалайсың өтім? Иә? Қалай? Жақсы. Жаңа коридорда отырған сен бе едің? Иә, мен. Ренжімеш танымай қалды ғой сені. Немене молдаға тиіп алғанбысың, оранып алыпсың ғой. Қарлығаш, қалай өзгеріп кеткенсің, а? Отыр, әңгімелесейік. Тақта кішкентайым бар еді. Кіргізуге рұқсат? Кіргіз. Сен мүлдем өзгермепсің. Я, қайдан жүрсіңдер өздерің? Осы районнан үй алғанбыз. Пропискамыз осында болғаннан кейін келгеніміз ғой. Тыныштық па әйтеуір? Тыныштық. Кішкентайымды де тексертуге алып келгем. Балаң ба? Жоқ, немерем. Да ты что, Қарлығаш? Уже немерең бар ма не? Маме уже? 5 немерем бар. Мәссаған. Айғаны маған келіп кетші. Қарлығаш, молодец. Сені кездестіремін деп ойламаппын. Гүлмира Сапарқызы, Иә. сіздерге кофе, шай, не? Жоқ, ештеңе керек жоқ. Мына баланы Шегебаев қалып баршы, жақсылап тексерсін. Қарлығаш, түскі асты менімен бірге ішуге қалғай қарсын. Қарсы емеспін. Мына кішкентайымды үйден тастап кетсек. Айғаным, водительге айтшы дайын тұрсын. Қарлығаш. Сәлеметсіздер ме? Не тапсырыс бересіздер? Күндегін қайтала. Және қаса ет салат пен бір сок алып келейін. Айтпақшы маған пельмен? Қарлығаш, сен нешесің? Маған да пельмен, шаймен. Әзірге соны алып кел. Жарайды. Көрмегелі көп болды ғой. Гүля, күндегіні деген не? Қазір көресің. Одан да класстастардан кімді көріп тұрасың, соны айтшы. Қыздармен араласып тұрамын. Класстастар деген группада жоқсың ғой? Иә. 30 жылдыққа да келмедің. Солай болып қалды. Өзім жақтан бір себептермен бара алмадым. Айтқандай, қанша бала шағаң бар? Қайдағы бала шаға? Бала түгіл. Бай да жоқ менде. Диас, қайталаш. Тұрмысқа шықпадың ба? Жоға, шықтым ғой. Мектептегі ең сұлу қыз сен едің. Ой, қойш. Мақтаудың бәрін саған айтатын. Бүкіл жігіттер саған ғашық болатын еді ғой.
саған қарап қызығатын. Қарлығаш, сол мақтаулар құртты ғой мені. Қаншама жігіттер жүгіріп артымнан сөз айтты. Ешқайсысына қарамадым. Өмір бақи солай болады екен деп ойладым. Бірақ өмір мен ойлағандай емес екен. Уақыт өте келе мен өзімді өзім жоғалтты. Түсінбедім. Қалай түсіндірсем екен саған? Бір күйеуінің тілін таба алмаса, мына мені тыңдасай. Айтып жатырмын сіз айтқандай. Күте тұрмен 6 ай өтті. Айтпайсың ба сонда не үшін оқыдым деп? Жарайды, Руслан келді. Ерте келдің ғой. Иә, бүгін жұмысым ертерек бітті. Жаңа кино оқып келдім. Жағдайың қалай? Жақсы. Негізі менің де жағдайым жақсы. Түскі асты ішкен жоқ едім. Қандай тамақ істедің? Істеген жоқ. Не үшін? Мен енді тамақ емес жұмыс істеймін. Ол тақырыпта сөйлескен едік қой. Мен сен ойынша осылай үйқамақ болып отыра беруім қажет пе? Сенің ойынша мен сені үйқамақта ұстап отырмын ба? Ондай болса жұмысқа неге кіргізбейсің? Үйде отырғаныма 6 ай болды. Сен бірінші ана ішіндегі баланы ойласай, сен үшін соның өзі үлкен жұмыс. Қыш. Саған еш жетпейді өз. Үйіміз бар, қалаған көлігіңді әперіп жатырмын, басқа не керек? Сол көйлектерді шкафқа іліп қою үшін әпердім бе? Неге мен жұрттардың әйелдері сияқты жарқырап жүрмін? Сен ана бойындағы баланы дүниеге аман-есен алып келсей, содан кейін бәрі болады. Жұмысыңда басқаңда. Жоқ, мені әке-шешем не үшін оқытты? Осы үйді қарауылдасын деп оқытты ма? Бәрі өз уақытымен болады ғой. Жұрттардың әйелдері жүріп оқымай-ақ диплом сатып алып, жұмыс жасап. Ал мен олардан қай жерім кем? Болды қойшы. Кезінде артынан төредей жігіттер жүгіріп еді. Соның біреуіне қарамай сені таңдады еді. Түсінбедім. Соны мен не айтқым келіп тұр, а? Мүмкін соның біреуіне тигенімде жарқырап жүргенмін. Сен қалай сөйлейтін болғасын, Жібер. Ұрмақшысың ба? Ұрал. Ұралмай жатсың ғой мені. Қойшы болды. Сен қолынан басқа не келеді? Саған дауа жоқ екен. Әйел құсап салғаласып тұрғанша еркексің ба? Ұрал. Маған сөйттің ғой, ә? Шыдамда шегі бар. Кетем мен. Гүлі. Көресің, бай бола ма, кедей бола ма? Тиіп алам. Маған келмесен де әлім баланы іздеп келерсің. Ей, сонда не қызыңды ажырастырайын деп отырсың ба? Сіз білмейсіз ғой. Бірдеңе болса бұл қол көтереді. Ағайын туысқан не дейміз енді? Қойшы, олардың бізге күлетін шамасы жоқ. Ағайын туысың өз балдарын жөндеп алсыншы. Кімнің қызы қазір ажыраспай жатыр? Ішіме сыйған бала сыртыма да сияды. Қыздан күнә жоқ. Көріп отырсың ғой? Ана күйеу бала бір сөзге түсінбейтін мыжың. Қайта түсем, қол көтереді екен. Масқара Фатмаға. Ел жұртқа не дейміз енді? Не? Ел жұрт үшін өмір сүріп жатырмыз ба? Не көп, бай көп. Менің сұлу қызым әлі үйленбеген жас жігітке тиіп алады. Көресің әлі. Өздерің біліңдерші.
Осылайша жастығым өтті де кетті. Құрсақтағы балаңды не істедің? Ажырасқаннан кейін құрсағымдағы баланы алдырып тастадым. Астағфиралла, не дейді? Уақыт өте кете тағы да тұрмысқа шықтым. Осы мінезім кесірінен байлық тапсам да бақыт таппадым. Дәрігер болсам да бала табудың емін таппай тағы да ажырастым. Енді кіммен тұрып жатырсың? Кіммен болушы еді? Борямен да. Тағы да тұрмысқа шықтың ба? Жоқ. Онда Боря деген кім? Итім ғой. Боря деп еркелетіп атайым. Кейде тіпті жыным келсе, үйден де қуып жіберем. Қойшы. Дәл қазір маған баяғыдай мүмкіндік берсе ғой. Ешқашанда ажыраспас еді. Не үшін ажырасқаным есіме түссе, өзім жыным келеді. Болды, жетер. Бұл сенің қайғыңды көбейтпесе азайтпайды. Қарлаш. Мен егер ішпесем үйге бара алмаймын. Жалғыздық жанымды жейді. Бұл дүние дегенді жұрт үшін жинайды екенсің. Қанша көп тапсаң да, жаныңа жылулық бере алмайды. Одан да жыртық үйде тұрсаң да, арқа сүйер азаматың болса, жұмыстан шаршап келгенде алдыңнан еркелеп шығатын балаң болса, әйел үшін өмірдің мәні сол екен ғой. Саған қарап отыр. Қатты қызғам. Бақытты екенің көзіңнен ақ көрініп тұр. Гуля, сол бақытқа жету үшін менің де басымнан неше түрлі жағдайлар өтті ғой. Сен де ажырасқансың ба не? Қызым, тыныштық па? Екі кештің арасында не істеп жүрсің? Тыныштық емес. Марат қайда? Қошсын. Қойшы несі? Ұрсып қалды. Алло? Саламатсыз ба? Ол кісі келген жоқ әлі. Я, жарайды. Келген соң айтайын. Жақсы. Енді? Білмеймін. Мүмкін енді мүлдем қосылмайтынды шығармыз. Ойбай-ау, саған оңай екенді. Ұрысып қалса болды, ажырасып келу керек па сонда? Мам, сіз түсінбейсіз. Мен түсінбейді екенмін. Мам, енді бір ай болды ғой үйде жатқанына. Не жұмыс жоқ, не ақша жоқ. Бірдеңе алайын десек үнемі жетпей. Сонда сен дүние жетпеген соң келіп тұрсың ба? Маратқа сен дүниеге бола тидің ба? Сүйем, күйем, қайтсен де Маратқа тием дегеннен өзің емес пе едің, а? Ол кезде басқаша еді. Қазір не бопты? Қазір оның маскасы шешілген. Осындай жалқау болғанын білгенде, мен оған мүлдем тимес едім. Мараттың емес, керісінше мына сенің маскаң шешіліпті ғой. Вообще қыз. Қызым, еркекке ең бірінші әйелінің қолдауы керек. Біле білсең, кез келген тұлғаның артында мықты әйелі тұрады. Жұмыс істемейсің деп айта берсең, қырсық жұмыс істемейді ол. Қайта мақтап қой.
менің ерім, менің азаматым деп. Сонда ол жұмысты да істейді, сені де сыйлайды. Соңғы кездері күйеу баланың әбіржіп жүргенін көріп жүрміз ғой. Сол үшін кінәні өзіңнен ізде. Сіздер неге үнемі соны жақтайсыздар, а? Шаршадым мен ол өмірден. Өз үйімде емін-еркін жүрсем болмай ма? Балам, Мама, кел шешеміз. kardeşim. Сосын кейін мама, қазір кімнің қызы үйіне қайтып келмей жатыр, а? Ойбай, сен қалай сөйлейтін болғансың? Болды, мінезім жараспайды. Айналайын қызым, ашу үстінде олай асығы шешім қабылдама. Сабыр түбі саралтын деген. Бұдан кейін үйге күйеу баланы жамандап келуші болма. Бүгін болмаса ертең сен онымен жарасы бақытты өмір сүріп кетерсің. Ал біздің көкейімізде мәңгі жаман болып қалып кетуі мүмкін. Осыны есіңнен шығарма. Әкең келді. Көз жасың сүрді. Бүгін ерте келдіңіз бе? Бүгін жұмыс ерте бітті. Ой, қызым келген екен ғой. Қалайсыз, әке? Жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Марат келмеген бе? Ол жұмыста. Жұмыс тапты ма? Үйге келердің алдында әпкелеріңнен хабарласып, күйеу балдармен бірге келуші едіңдер. Өзің апарып тастайын ба? Өзің қайтасың ба? Өзім қайтам, әке. Сол кезде бетімнен қақпағанда бүгінгідей ана бақытын сезінбес едім. Карла, сен бақыттысың ғой. Менде не бала жоқ, не күйеу жоқ. Жалғыз өзім өтеп осылай. Сен олай айтпа. Барлығы да болады. Сен әрекет жаса. Жұмыста жүргеніңде уақытың өтер. Ал зейнетке шыққаннан кейін не істейсің? Шындығында бүгінгі қиналғаның түк емес. 70-ке келгенде жалғыз отыруды ойлаудың өзі ауыр. Сен әлі жассың. Bir шешімге кел. Ой, Не болып қалды? Тыныштық па? немеремді балабақшадан алуым керек. Жүр жеткізіп алайын. Қоя бер. Балам айтасың. Карла, сен жеткізетін жерге жеткізе алмасаң, мен не қылып жүрмін, а? Жарайды. Ал, құрбым, кездескенше. Жақсы. Жақсы, жүріп кеттік.